Заң туралы мен айтайын сіздерге. Осы әлемде үш қана мемлекет бар. Қандастарының қайтарған мемлекет. Оның ішінде Израиль, Греция, сосын Германия. Осы Германияда қалай істеп жатыр? Осы мысалы Қазақстанда тұрған неміс, не білдіріп мен отанға қайтайын деп. Ол не істейді? Ол бәрі құжаттарды осы Алматыда істеп алады. Сосын асықпай пәтерді сатып, оқу бітіріп, егер неміс тілді сөйлемесе, елшіге барып меңгереді неміс тілді. Сосын бәрі құжаттарды істеп алып, ол билет алып, бергенде мысалы келіп, ол аэропортта паспорт алып алады. Болды, бітті мәселе. Сондықтан осы заңды тек қана мысалы Германияның, Израильдің тәжірибені алып, олардың заңға сәйкес біздің заңды енгізуіміз керек. Мен сіздерге айтып отырмын, неге осы қазақтың қытайлары бізге өте маңызды, себебі қаймағы бұзылмаған қазақтар, тәрбиелеген қазақтың білетін қазақтар біздерге керек. Әйтпесе осы Россия империяда отарлаушымыз дейміз, қанаушылар дейміз, бірақ осы Дулат Исабек менталитеті басқа. Мен келсем, түпті басқа. Біздің менталитет уже осы Совет үкімет кезінде басқаша, ол қазақтың халқының менталитеті емес. Сіздер осы елге келіп, менің елім үшін, менің халық үшін жанын берем деп, осындай адамдар осында жоқ қазір. Себебі осы 70 жылдың Совет отарлаушылардың кесірі. Сондықтан сіздің Қытайдан қазақтар қайтаратын біздерге мемлекеттік міндет болу керек. Себебі біз тек қана ел боламыз, Қытайдың қазақтарын көшірсек, тек қана ел боламыз. Оны мен айтатым, мысалы, Смағұл Елубай біздерге тұлға ретінде қайраткер, қоғамдық қайраткер. Мен кейбір кезде таң қаламын, Мұхтар Шаханов айтады, осы қазақтың көтереміз, кедені қоғамын көтереміз. Бірақ осындай тұлғалар бастарымыз бірігіп, мысалы Шаханов мырза, сосын ағамыз Әбдіжәмил Нұрпейісов, кім тағы қазақтардың зиялы қауым өкілдері, ақсақалдарымыз, осы Қазақстанға туып өскен қазақтарымыз көтеруіміз керек. Әйтпесе мына ағамыздар келіп, ол айтып отыр. Бірақ сіздер осы журналистер тек қана қазақ тілінде жазасыңдар. Бірақ оны орысша да жазу керек. Себебі бүкіл халық, мысалы Астанада отырған шенеуніктері, олар тек қана орысша оқиды. Орыс тілінде оқығанда ешқандай мәселе жоқ, проблема жоқ. Орамалдармен бәрі дұрыс. Бірақ қазақ газетін ашсақ, тек қана осы орамалды мәселені көтеріп отыр. Сондықтан мен ұсынысым журналистерге, бүкіл ақпарат құралдарының өкілдеріне екі тілінде жазыңыз. Сосын өткенде Астанада болдым, Қайрат Боламан бір қазақтың газеті, Көш деген газет болады. Оны таралымы 2,5 мың тек қана. Газетінің сапасы өте нашар. Осындай газет бәріміз бірігіп, бір жақсы газет, 3 әліппені шығарып, тек қана оралмандарға арналған бір газет керек. Мен теледидар арна туралы айтпайын, оның қазір мүмкіншілік жоқ. Бірақ бір газет осы оралмандарға арналған бір шығарымыз керек. Апта сайын ба болса, бір айда 2 рет болса, бірақ 3 әліппеде кириллица, араб әліппе, сосын оралмандарға тегін таратыңыз керек. Осындай мүмкіншілік тауып,